Мен Мұхамедова Гүлнар Қадырбаевна, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, 3-ші жалпы білім беретін мектептің педагог шебер санатындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Алаш зиялысы Жүсіпбек Аймауытұлының сабақ беру үйреншікті жай ғана нәрсе емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер деген пікірі мұғалімнің білімді, білікті, әр сабағында жаңа қырынан көрінетін, жаңалыққа жаны құмар, ізденімпаз маман иесі болу керек екендігін айқындайды. Иә, жаһандану ғасырында ұлы қызмет жолындағы ұстаз жауапкершілігі еселеп артты. Ақпараттық технологияның қарыштап дамуы альфа ұрпақты қалыптастырды. Сондықтан кемел келешек кепілі болған жас ұрпақты тәрбиелеу жолында қандай үздік тәжірибені қолдануға болады деген сұраққа жауап іздедім. Қандай әдісті қолдансам да, ең басты мақсатым бұлақ көрсең көзін аш дегендей, оқушының шығармашылық қабілетін дамытып, бойындағы талантын ашу еді. Нәтижеге бағытталған білім беруде басшылыққа алған іс тәжірибем оқушы қабілетін бағалауға арналған PISA тапсырмалары. Сабақта PISA тапсырмаларын тиімді қолдану оқушыларды сыни бағалау мен сындарлы ойлауға жетелейді. PISA халықаралық зерттеу нәтижелері оқушылардың ересек өмірге және еңбек нарығына қаншалықты дайын екенін анықтауға мүмкіндік беретін бірегей құрал. Сондықтан қазіргі уақытта PISA тапсырмаларын әрбір сабақта қолдану заман талабы. PISA зерттеуінде оқушы құзыретін дамыту маңызды фактор. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында оқушылардың айтылым мен тыңдалым, оқылым мен жазылым дағдыларын дамыту үшін оқу сауаттылығын бағалаудың негізгі 3 аспектісіне сүйенемін. Олар ақпаратты түсіну, оны пайдалану және ойлана алу қабілеті. Оқушыны ойландыра алу шығармашыл тұлға қалыптастырудағы маңызды қадам. Ойлана білген оқушы еркін пікірлей алатын, өз бетінше шешім қабылдап, алған білімін өмірлік тәжірибеде қолдана алатынына көзім жетті. Сабақта тапсырмаларды оқу мақсатына сәйкес таңдау өте маңызды. Оқуға арналған материалдар оқушының бейімділігіне қарай тұтас, аралас, құрамдас мәтін, ашық сұрақтар, кесте, сызба, график, диаграмма мен карталар түрінде ұсынылады. Әрбір сабағымда оқу мақсатына қол жеткізу үшін тапсырмаларды түрлендіріп, сапалы білім беруге жұмыстанамын. Мысалы, оқу құзыреттілігінің рефлексия және бағалау бөлімінде шығарманың жаңашылдығына баға беру сынды оқу мақсатына сай PISA тапсырмалары, уақыт тізбегі, хикая картасы, тұжырым кестесі, еркін жіктелім, 3 қадам кестесін орындатамын. Шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында ашық сұрақтар арқылы сыни ойлауға жетелеймін. Кім не деген жаттанды сұрақ емес, неге, неліктен деген ойлануға бағыттайтын сұрақтар қоя білуге дағдыландырамын. Сондай-ақ, оқушы үніне құлақ түріп, жанын түсінуге тырысамын. Шәкірттеріме жан-жақты қолдау көрсетемін. Үздіксіз ізденісімнің нәтижесінде бірнеше жылдық зерттеу жұмыстарын жинақтап, оқушыларға көмекші құрал ретінде 8-ші сыныпқа арналған PISA тапсырмаларының жинағын әріптесіммен бірлесе отырып әзірледік. Бұл әдістемелік құрал облыс көлемінде таратылды. 2021 жылы мектебімізде PISA халықаралық зерттеуі жүргізіліп, 8-9 сынып оқушылары қатысты. Оқу сауаттылығы бойынша білім алушылардың айтарлықтай жақсы көрсеткіш көрсетуі, сабақта үнемі PISA тапсырмаларын орындаудың нәтижесінде сыни ойлау қабілеті артып, таным көкжиегі кеңейгенінің дәлелі болды. Бұдан бөлек, оқушыларым пәндік олимпиадалар мен танымдық сайыстарда да облыстық, республикалық кезеңнің жүлдегерлері атанып келеді. Үздік іс тәжірибенің тиімді тұстарын облыстық, республикалық семинар мен конференцияларда әріптестеріммен бөлісіп отырамын. Кері байланыс жасаймын, пікірлесемін, жаңа идеялар жинақтаймын. Ой емес, ой жарыстыратын заманда шәкірттерімнің жүрегіне
Білім нәрін, адамшылық дәнін себу ұстаздық парызым. Толық адам тәрбиелеу жолындағы әрбір қадамында нәтижелі еңбектің ізі қалуы тиіс. Үздік тәжірибемді таратудағы басты мақсатым да осы болмақ.